Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Осы өт жолын емдейтін әдісті қайталап емделсеңіз болады. Бұл әдісті жасау үшін бізге расторопша керек. Егер аптекадан таба алмасаңыз расторопшаны, ол кезде мен номерімді қалдырып кетемін осы видеоның соңында, маған хабарласыңыз. Расторопшаны аламыз. Алғаннан кейін кастрюльге, эмальді кастрюльге 2 қасық саласыз, 2 шай қасық саласыз. Алғаннан кейін үстіне ыстық су құясыз. 2 стакан қайнаған ыстық су құясыз. Құйып, қақпағын жауып, газге қоясыз. Газге қойып, жай отта қайнатасыз. Жаңа 2 стакан құйған 2 стакан суымыз бар ғой, сол деген 1 стакан болып айналғанша, 1 стаканнан да аздау болып айналғанша қайнатасыз. Сол қайнағаннан кейін газды өшіріп тастап, соны 30 минуттан кейін бұқтырып, 30 минуттан кейін іше бересіз. Күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл ішуге болады. Өт жолын емдейді, тазалайды. Егер сізде өт жолында застой болса, құм болса, соларды тазалап шығады. Ем болсын. Дайындаған әдісіңіз біткеннен кейін қайттан дайындап 1 ай ішкеніңіз жақсы. Арасында демалыс жасап, қайта ішкеніңіз жақсы. Өт жолын негізі тазалап тұру керек. Ол тамаққа байланысты, сіздің ішкен тамағыңызға байланысты өт жолы. Өт жолының застой болуы, құм жиналуы, тас жиналуы, ол сіздің тамағыңызға байланысты. Барынша майлы тамақ жемей, майлы тамақ мүлдем алып тастап, ұнды тамақтарды алып тастап, дұрыс тамақтануды әдетке айналдырыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын, ем болсын, сау болыңыз.